Мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшылары мен педагогтарын лауазымға тағайындау лауазымнан босатудың жаңа қағидаларындағы кейбір нормалар туралы кәсіподақ түсіндіреді. Қағидалардың 89, 90 және 91 тармақтарына сәйкес, педагогты орта білім беру ұйымдарына лауазымдарға тағайындау конкурсы педагогты жұмысқа қабылдау электрондық формат модулінде жүзеге асырылады. Модуль іске қосылғанға дейін мектепке дейінгі қосымша арнайы техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі ұйымдардың педагогтерін лауазымға тағайындау конкурсы қағаз форматта жүзеге асырылады. Білім беру саласындағы уәкілетті орган аталған нормалармен педагогты жұмысқа қабылдау жаңа электрондық базамен жүргізілетінін көрсетті. Бұл конкурстан өту процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, педагогтың бір лауазымнан екінші лауазымға бір білім беру ұйымының ішінде ішкі ауысуын айқындайтын норма өзгеше сипатталған. Бұл норма тек педагогтерге ғана тиесілі, ал басшының орынбасарлары бір лауазымнан екінші лауазымға бір білім беру ұйымының ішінде ауыса алмайды. Себебі мемлекеттік мекеменің үлгілік жарғысына сәйкес, тиісті саланың уәкілетті органы мемлекеттік мекеме басшысының ұсынымы бойынша оның орынбасарын лауазымға тағайындайды және лауазымнан босатады. Сондай-ақ, конкурстық комиссияның сандық және жеке құрамы кеңейтілді. Құрамы 7 адамнан кем емес және оған үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, кәсіподақтар, ардагерлер кеңесі, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасынан азаматтық қоғамның өкілі мен тәуелсіз сарапшы кіру тиіс. Қағидалардың 16 тармағымен байқаушылар құрамы нақтыланды. Оларға депутаттық корпус, үкіметтік емес ұйымдары, қоғамдық бірлестіктері, кәсіподақтар, ардагерлер кеңесі өкілдерінің арасынан байқаушы шақырылуы тиіс.